Сәлеметсіздер ме? Қазақстан тарихынан қазақстандығы тақырыбында ұбт-ға талдау жасайық. 42 жасында 17 жыл билікте болған. Орда Ежен ұлысына дүниеге келген Ұрыс ханның ұрпағы Болат сұлтанның баласы. Керей хан 15 ғасырдың 50-70 жылдар билікте болды. 1456-1473 жылы. Барақ ханның баласы 1428 жылы дүниеге келген Жәнібек хан 15 ғасырдың 70-80 жылдары 7 жыл билікте болды. 1473-1480 жыл. Яғни 15 ғасыр Әбілхайыр ордасына 1430 жылы дүниеге келген Бұрындық хан. 21 жыл билікте болған 15 ғасырдың аяғы 16 ғасырында билік жүргізген 1480-1511 жылдары. 15 ғасыр мен 16 ғасырдың басында. Қасым хан. Қасым ханның қасқа жол атты заңдар жинағы шыққан 1511-1518 жылдары 16 ғасырда билік құрған. 1480 жылы дүниеге келген әкесі Қасым хан. Қазақтың 5-ші ханы Мамаш хан 16 ғасырдың басында билік құрды. 1518-1532 жыл. – 1486 жылы дүниеге келген Тахир хан 1523-1533 жылдары 10 жыл билік құрған. 16 ғасырдың 20-30 жылы. Қазақтың 7-ші ханы Бұйдаш хан 1533-1534 жылдары, яғни 16 ғасырдың 30 жылдары билік құрды. Қожа Махмұд хан ел арасындағы бірлікті сақтай алмады деп айтылады. 1534-1535 жылдар билік құрды. 16 ғасыр болады екен. Тоғым хан 1535-1537 жылдар билік құрды, яғни 16 ғасырдың 30 жылдары. 1905 жылы дүниеге келген Қасым ханның ұлы 28 жасында хан болды. 42 жыл ең ұзақ хандық билік жүргізген хан Хақназар. Бұхар хан Абдаллахпен қарсыласпай дос болып өзара жауласпауға ант беріскен, шарт жасасты. 1538-1580 жылдары билік құрған, яғни 16 ғасырдың 30-80 жылдары. – 80 жасында билікке келген Шығай хан 16 ғасырдың аяғы 1580-1582 жыл. Дешті Қыпшақта 1556 жылы дүниеге келген Тәуекел хан 1582-1598 жылдар билік құрды. 16 ғасыр. Шығай ханның ұлы Есім хан кеңесші Жембет жырау болған. Есім хан 1598-1628 жылдар билік құрды. 17 ғасырдың 20-50 жылдар билік құрған Жәңгір хан 1628-1652 жылдар билік құрды, яғни 17 ғасыр. Тәуекел хан 1680-1715 жыл, яғни 17-18 ғасырларда билік құрды. Қазақтың соңғы ханы Кенесары хан 1802 жылы Көкшетау жерінде дүниеге келген. 1837-1847 жылы 10 жылға созылған ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы, бүкіл қазақ жерін қамтыды бұл көтеріліс, және 1841 жылы хан болып сайланған. Соңындағы тестіні тапсырамыз. Сау болыңыздар.